Енді бұл деген өзі кигіз үй кітаптың шығуы өте қызық болды. Мен өзім енді баршадарыңыз білесіздер, Монғолиядан келгем. Сон келе қалған кезде маған енді адаптация мына жерде жұмыс істеу қиын болды ғой. Сосын мен такси жасадым. Балаларымды асырау үшін. Осы такси жасап жүрген кезде мен мына кигіз үйдің барлығын көріп, жаным ашып, сол барлық өнерімді негізі кигіз үй кітабын мен такси жасап жүрген кезде жаздым. Енді жазғаннан кейін бұл кітапты жарық көру керек қой. Сол кезде ол кісінің айтқаны бар маған. Сіздің ешқандай ғылыми атағыңыз жоқ, сіз қалай шығарасыз деп. Сол кезде менің айтқан жауабым бар. Ғылыми атағы бар кісілер кигіз үйді білмейді ғой деп. Ал мен сол кигіз үйде бала күннен туып өстім, барлығын толық білем, сондықтан мен енді тұшымды нәрсе жаза алатын шығармын деп бір айтқаным бар. Содан сол кітабымның жаңағы түпнұсқасын апарып осы Атамұра баспасының президенті Рахымғали мырзаға берген екен. Ол кісіге қатты ұнапты. Содан мені шақырып, осы кітапты жарыққа шығуына үлкен көмегін тигізді.